Қайырлы күн, құрметті менің YouTube оқырмандарым. Мен бүгін сіздерге оқушыларыңыздың немесе балаларыңыздың салған суретін қалай қимылдату керек, сол жөнінде айтатын боламын. Егер менің видеоларым ұнаса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Суретті қимылдау үшін Google-ға Sketch методолаб деп жазамыз. Ең бірінші тұрған сайтқа кіретін боламыз. Сол жерде бізде осындай жұмыс терезесі ашылады. Начать деген батырманы басып, өзімізге керек суретті загрузить етеміз файлдан. Ол суретті алдын ала дайындап аламыз. Бұл ағылшын тілді сайт, сондықтан сіздерде бірінші ағылшынша шығып кетуі мүмкін. Жоғарғы жақтағы Google Translate батырмасын бассаңыз, бірден орысшаға алмасып кетеді. Осы жерде орысша егер алмастырып алсаңыз, перевести русский немесе мышканың оң жақ батырмасын шерту арқылы тілін алмастыруға болады. Мен мына жерде дайын суретті алдын ала дайындап қойдым. Яғни сол файлдан тауып аласыз названиясымен. Және де оны қойғаннан кейін суретті осындай, егер бірнеше сурет салатын болса, оны осылай әуелі сканерлеп алады. Сіздерде келесі осындай жұмыс бетіне өткізеді. Содан кейін бұл жерде сізде именно қай суретті қимылдату керек, соны таңдайсыз. Мен бұл жерде анасының суретін қиып аламын және де next батырмасын басамын. Осылай өзімізге керек суретті таңдап алып, артық жерлерінің барлығын қиып тастаймыз. Содан кейін қайтадан суретті сканерлейді. Сканерлеп болғаннан кейін сіздерде осындай жұмыс терезесі ашылады. Бұл жерде түрлі карандаштар, яғни суреттегі артық жерлерді өшіре аламыз. Егер бір нәрсе қате болып кетсе, қайтадан кейін қарай назад батырмасын басып, дұрыстауға болады қатемізді. Мінекей мен суреттегі артық жерлерді өшіріп жатым. Жаңа сіздерге қателесіп кетіппін. Карандаштар емес, бұл жерде өшіргіштің түрлері, яғни қалыңдығына қарай әр түрлі өшіргіштер шығады. Сол өшіргіштің көмегімен суреттегі артық жерлерді алып тастайсыз. Егер алып тастамасаңыз, қазір ол суретті қимылдатқан кезде көрініп қалады. Егер сіз мұқият өшірген болсаңыз, онда келесі next батырмасын басасыз. Ол жерде сізді жаңа жұмыс стиліне алмастырады. Бұл жерде біздер суретті қалай қимылдатамыз, сол нүктелерді қозғау арқылы белгілейміз. Егер сіз белгілеп болсаңыз, онда next батырмасы арқылы келесі жұмыс бетіне өтесіз. Бұл жерде суреттерді қалай қимылдату керек, солардың түрлі нұсқалары тұр. Осы жерде өзіңізге ұнаған кез келген бір бейнеге қоя аласыз. Бұл жерде бір орында тұрып қимылдатуға болады, немесе солдан оңға қарай жүгіріп шығаруға болады. Өзіңізге таңдағаннан кейін осылай сканерлеп қалай болып тұратын алдын ала көріп алуға болады. Өзіңізге ұнаған қимылды таңдағаннан кейін қайтадан сканерлейді және сіздерге қалай болып тұратынын алдын ала көрсетеді. Егер сізге ұнаса, оны үлкейтіп аласыз және де мышканың оң жақ батырмасын басып, сохранить видео как деп сақтайсыз, яғни рабочий столыңызға немесе кез келген папкеге сақтауға болады. Егер менің видеом ұнаса, онда маған лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сайтты қолдану тегін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.